Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай тюльпан самсасының ерекше жасалу жолын көрсетсем деп отырмын. Бұл самса өте керемет, дәмді, хош иісті болып шығады. Жасалуында еш қиындығы жоқ. Қолжетімді заттардан жасалатын ерекше осындай самсаны сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға сүтті және айранды құйып аламыз. Бұлардың температурасы бөлме температурасына тұрса жетеді. Енді осының үстіне бір жұмыртқаны және бір жұмыртқаның ағын және үстіне сұйық майымызды құйып, осылардың барлығын жақсылап араластырып дайындап аламын. Құрғақ заттар дайындап аламыз. Оның үстіне қопсытқышты, тұзды салып араластырып аламын. Дайын болған сұйықтықтың үстіне енді барлық ұнды салып қамыр илейтін боламыз. Қамыр осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Енді осыны жарты сағатқа қалдырамын. Салмасын дайындап аламыз. Өздеріңіз қалаған салма жасасаңыздар болады. Міне жарты сағат өтіп біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды ұзынша етіп созып алып, осындай бөліктерге бөліп шығамын. Осы бөлшектерден күлшелер жасаймыз, домалатып. Осылай дайындап алғаннан кейін бетін жауып қоя тұрамын. Енді шетінен алып, осылай жайып, жұқа емес, қалың емес, орташа ғып жайып, дайын болған қамырдың үстіне салмамызды салып, оның бір шетін пышақпен осылай кесіп аламыз. Енді осы кесілген шеттен бастап орап, түбін бір-біріне жақсылап жабыстырамыз. Сол кезде бізде осындай тюльпанның пішіні шығады. Енді осылай қатарынан барлық қамырды жасап аламын. Тюльпандар дайын болды. Оны ыдысымызға салып, барлығын үстін осылай жұмыртқаның сарысын түгелімен жағып шығамын. Үстіне кунжут себетін боламыз. Қалаған кунжуттарды сепсеңіздер болады. Бұл жерде мен ақ кунжутты қолдандым. Дайын болған тюльпандарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан да қарап бақылап тұрыңыздар. Міне менің тюльпандарым пісіп дайын болды. Оларды ыдысынан босатып суытып аламын. Ортасы толық пісіп шығады. Ортасы осылай қатпарлы болып пісіп шығады. Осындай дәмді, ерекше самсаны сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Отбасыларыңыз аман, астарыңыз дәмді болсын.